Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымында түсіңізде сыйлық алсаңыз қалай жорылады? Ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Түсіңізде өлі адамнан қандай да бір сыйлық алса, ол күтпеген жерден батасын алады. Кімде-кім өлген адамнан сыйлық ретінде жаңа немесе таза көйлек алса, ол тірі кезінде өлген адам сияқты тамақ алады. Марқұмнан сыйлық ретінде орамал алса, марқұм тірі кезіндегідей әсерге ие болады. Марқұмнан сыйлық ретінде ескірген көйлек алса, ол мұқтаждықта өмір сүреді. Егер қайтыс болған адам түсінде оған кір көйлек берсе, ол арсыздық жасай бастайды. Түсінде тостағанды сыйлық ретінде алу бұл күшке ие болуды білдіреді. Түсінде семсерді сыйға алса, бұл Лұқманның семсер туралы айтқанындай әйелді көрсетеді. Түсінде бұзауды сыйлыққа алған адам балалы болады. Түсіңізде маймылды сыйлыққа алсаңыз, бұл жауды жеңуді білдіреді. Сыйлық ретінде бүркіт алу түс көрушінің ұлының туылуын білдіреді. Түсіңізде сыйлық келіссөзді білдіреді. Кімде-кім түсінде біреуге сыйлық сыйлағанын немесе оны алғанын көрсе, бұл олардың қызына немесе туысқанына үйленетінін және неке болатынын білдіреді. Сондай-ақ жақсы сыйлық беруші мен алушының татуласуын білдіреді. Достар, осымен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.